Қасқыр үйірінде қарт көсем өзіне мұрагер тағайындауды ұйғарды. Ол ең батыл, ең күшті қасқырға жақындап: «Мен қартайдым, сондықтан мен сені үйірдің жаңа басшысы етіп тағайындаймын. Бірақ сен өзіңнің лайықты екеніңді дәлелдеуің керек. Сондықтан ең жақсы қасқырларды ал да аңға бар және бүкіл үйірге тамақ алып кел». «Жақсы» деп жаңа көсем 6 қасқырмен аңға шықты. Ол бір күнге аңға кетіп қалды. Кешке қасқырлар жоқ еді. Ал түн батқанда үйір басшысы 7 қасқырды мақтанышпен алып, азық-түлікті толтырып алып келгенін көрді. Барлығы еш жарақатсыз өтті. «Оның қалай болғанын айт», деді қарт көсем. «О, оңай болды. Біз олжа іздеп жүрдік, сосын аңнан олжамен келе жатқан 10 аңшыны көрдік. Біз оларға шабуыл жасап, оларды жыртып, өзіміз үшін олжа алдық». «Жарайсың, ертең тағы барасың». Келесі күні 6 қасқыр мен жаңа көсем тағы да аңға шықты, және олар бір күнге жоғалып кетті. Кешке де жоқ еді, таң атқанда да келмеді. Ал дәл түс ауа көкжиекте бір қажыған қасқыр пайда болды. Бұл аңға боялған, жүні жыртылған, ақсақ, әрең тірі жаңа көшбасшы еді. «Не болды?» деп сұрады қарт көсем. «Біз орманның арасына барып, ұзақ уақыт бойы олжа іздеп, ашылықтан олжамен келе жатқан 3 аңшыны көрдік. Біз оларға шабуыл жасадық, бірақ олар бізден күштірек болды. Олар менің барлық жауынгерлерімді өлтірді. Мен әйтеуір қашып үлгердім». «Бірақ қалай?» деп таңғалды қарт көшбасшы. «Кеше 10 аңшыны оп-оңай жеңдіңдер, ал бүгін 3-еуін де жеңе алмайсыңдар ма?» «Иә, бірақ кеше 10 аңшыдан тұратын топ болды, ал бүгін 3 жан дос болды».